Келбетлік фейл топламы. Келбетлік фейл топламы әр түрлі, әр формадағы сөздерді өзіне байланыстырып, келбетлік фейл басқарып келетұғын топламларға келбетлік фейл топламы дейміз. Бұны мысалдар арқылы көрсек, алыстан көрінген Самарқан таулары әр түрлі түске еніп бұлдырап көрінеді. Баянлауыш көрінеді, баянлауыш көрінеді. Кім көрініп атыр, не көрініп атыр? Кәттің есін тауайық, не көрініп атыр, кім көрініп атыр? Таулар көрініп атыр, таулар көрініп атыр. Яғни, қайсы таулар? Самарқан таулар. Демек, таулар көрініп атыр, Самарқан таулары басылауыш болады. Қайсы Самарқан таулар көрініп атыр? Қайсы алыстан көрінген? Ген қосымтасы бар. Демек, келбетлік фейлер ғанген, қанкен қосымтасы арқалы дөреледі. Әмде бұл жерде көрінген келбетлік фейлдің қосымтасы алыстан көрінген екеу қосылып келбетлік фейлдің қосымтасын, яғни келбетлік фейл топламын жаратып тұрды. Қайсы деген сұрауға жауап беріп тұрды. Бұл Самарқан сөзімен жүккерлесуші байланыста тұрды. Енді қайтып көрініп атыр, қайтып бұлдырап, әр түрлі түске еніп бұлдырап дегеніміз, бұл жерде П қосымтасы әр түрлі түске еніп деген хал фейлдің қосымтасы болып тұрды. Қайтып дегенге әр түрлі түске еніп бұлдырап дегеніміз, бұл да хал фейл топламы болып тұрды. Демек, бұл жерде екі топлам бар. Келбетлік фейл топламы бар, кәптің басында келген, әмде хал фейл топламы болып келіп тұрды.